Мақалымыз 38 сабақ әліпби дейді. Өрмекші құмырсқа қарлығаш дейді. Мәтін бөліктерінің орнына қой дейді. Сонда атасы, осы кішкентай жәндіктерді саған үлгі болсын. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сенде жұмыс жасауға әдеттен деді. Атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты. Ол баласынан сұрады: ана өрмекші не істеп? Ана өрмекші не істеп жүр? Өрмек тоқып жүр. Өрмек тоқып жүр. Ана құмырсқа көремісің? Иә, аузынан нанық қоқымы бар. Ол жүгіріп кетіп бара жатыр. Жоғары қара аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар. Балалар, осы жерден атасы деген сөз бірінші айтылады, екіншісі шөбі бар дегенге дейін. Содан кейін сөйтіп бастайсыздар да, атасы деген жерге жалғастырып, кейінгі екінші бөлігі осы екен. Сонда атасы, осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сенде жұмыс жасауға әдеттен деді. Өстіп аяқталады екен. Атасы баласынан не сұрады? Атасы баласынан: ана өрмекші не істеп жүр? Өрмек тоқып жүр. Ана құмырсқа көремісің? Иә, аузынан нанық қоқымы бар. Ол жүгіріп жүр, кетіп барады. Бала оған не деп жауап берді? Баласы: өрмек тоқып жүр. Иә, аузында нанық қоқымы бар. Ол жүгіріп кетіп барады. Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар. Мәтін мазмұны бойынша топта талқылаңдар дейді. Екінші аты жаңылтпашты тыңдап жатқа жаз дейді. Ұғымпаз бала болар дана, ұғымсыз бала қалар шала. Үшінші ату суреттерге қарап, әліпбидің қай кезде қолданылатынын айт дейді. Өзін мысал келтір дейді. Әліпби қай кезде қолданылады екен? Әліпби біздің өзімізге керекті мағлұмат, кітап оқығымыз келсе, бір қызық нәрсені оқығымыз келсе, сол әріптер арқылы оқиды екенбіз. Мысалы, біз өзімізге керек кітапты іздейтін болсақ, мысалы, оқи алмасақ оны қалай білеміз? Сол үшін ол кітапты әріпті танып арқылы тауып алады екенбіз. Осы сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.